Жоғары қант аяққа қалай әсер етеді? Білесіздер, артық салмақ кезінде, предиабет кезінде бізде қан тамырлары зақымдала бастайды және нерв талшықтары осылай зақымдалады. Егер біз ол кезде уақытылы арықтамасақ, уақытылы ем қолданбасақ, ол асқынып бастайды. Аяқтың ұюы, қызуы, жансыздануы, ауырсынуы деген сияқты өзінің асқыныстарына алып келеді. Біртіндеп қанда қант деңгейі жоғарылай бастаған кезде тамырлар қантпен бітеліп, сол жерде қан айналым бұзылады және нерв талшықтары зақымдалып, ол соңы диабетическая стопаға дейін алып келеді. Ал диабетическая стопаның соңы ампутацияға, яғни аяқты кесіп тастауға дейін алып келуі мүмкін. Өкінішке орай 50% адамдар бұл алғашқы белгілерді байқамауы мүмкін және асқынғанда ғана дәрігерге қаралады. Сондықтан міндетті түрде аурудың асқынысын күтпеңіз, аяғыңыздың саулығы үшін салмақ тастаңыз.